18.000 ғаламтор. Вендиго. Солтүстік Америка континентінің қарғысы. Орманда мекендейтін адам тәнімен қорықтенетін адам жегіш құбыжық. Ол адам дауысын өте ұқсас келтіріп, өз құрбанын орманға алдап тарталады. Сонымен қатар ол өте жылдам қимылдайды. Және оны оқпен атып өлтіру мүмкін емес. Құбыжық өте ұзақ өмір сүре алады. Және денесі өте тез өз қалпына келу қабілетіне ие. Кез келген жарасы жеңіл жазылып, сүйектері қайта өз орнына еніп, көп ұзамай құбыжық қайта аңшылыққа шыға алады. Көптеген адамдар, аңшылар, орман қорықшылары орманда жоғалып кетуде. Не себептен? Кездейсоқ адасып кетті ме? Әлде біреудің олжасына айналды ма? Бұл құбыжықтың атауы өте көп. Виндиго, Вендиго, Виндаго, Виндизель. Шамамен 45 атауы бар. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, егер адам өмірінде басқа адамның етін бір рет жеп көрсе, Виндиго құбыжығының рухы ол адамның бойына кіріп кетеді. 17 ғасырда миссионерлер мен зерттеушілер жазып алған үнді аңыздарына сәйкес, Виндиго бұл жай адам жегіш емес. Ол бүкіл тайпаларды бір-бірін жейтін каннибалдарға айналдыра алатын аштықтың бейнесі. Үндістер әлі күнге дейін өздерінің аңшылары мен орманды штаттарының қарапайым тұрғындарының жоғалып кетуін Виндиголардың тойымсыздығымен байланыстырады. Вендиго орманда тұрады. Әдетте ол жерде жануарлар болмайды және әрқашан тыныштық болады. Ол өз ұясын жарықтан алыс салады. Жер астында, үңгірлерде немесе қараусыз қалған шахталарға кіріп алады. Қыс алдында ол үнемі азық қорын жасай бастайды. Ет бөліктерін ағаш бұтақтарына немесе арнайы қазылған шұңқырларға жасырады. Кейде оның ұясында тұтқындар да болады. Оларды құбыжық тамағы таусылып қалған күнге дейін сақтап қояды. Жабдық азайған кезде Виндиго аңға шығады. Жолаушыны байқағаннан кейін ол бірнеше сағат бойы ізін бақылай алады. Әдетте адам ерте ме кеш пе бір нәрседен күдіктене, құлақ салып тыңдап, айналасына қарай бастайды. Бірақ Виндигоны байқау оңай емес. Өйткені оның денесі мөлдір, және адам көзі оны көре алмайтындай жылдам қозғалады. Виндигоны көзге түсіретін жалғыз нәрсе оның қараңғыда жарқыраған көздері және ыдырау кезеңіне жетіп қалған мәйіттің иісін еске түсіретін жағымсыз иіс. Содан кейін құбыжық өз құрбанын қорқыта бастайды. Жалаушы анда-санда біртүрлі дыбыстарды естиді. Оған ағаштардың арасында біреудің сұлбасы жыпылықтап тұрғандай көрінеді. Ол орманда өзінен басқа тағы да біреу бар деп күдіктене бастайды. Кейде жәбірленуші ысқырықты желді еске түсіретін дыбысты естиді. Виндигоның шығу тегі туралы көптеген нұсқалар бар. Ерліктен бастап психикалық бұзылысқа дейін. Ең танымал нұсқаға сәйкес Виндиго бір кездері қарапайым адам болған. Бірақ адам етін жегеннен кейін зұлым рух оны иемденіп, ақырында оны үнемі аштыққа ұшыраған қанішер құбыжыққа айналдырды. Сонымен бірге үндістер адам етінен дәм татқан кез келген адам дәл осындай тағдырға ұшырауы мүмкін дейді. Ең әдемі аңызда Виндигоның батыл жауынгер өз тайпасын қорғау үшін жанын орман рухтарына сатқан кезде жаратылғаны айтылады. Қауіп сейіле салысымен ол терең орманға барды. Оның жүрегі тасқа айналып жауынгер құбыжық болып қайтады. Келесі нұсқада кез келген аңшы түнде орманда жолы болмай Виндигоға жолығып құбыжыққа айналып кетуі мүмкін дейді. Егер тіпті дәл сол сәтте құбыжықтың денесі тозған болса. Бұл жағдайда құбыжық байқұс аңшыны өлтіріп қана қоймай, оның денесінде мекендейді. Виндиго орманда ұйықтап қалған адамға да ие болуы мүмкін. Дегенімен өз шатырыңыздың астында түнеуде одан қорғамайды. Басқа аңыздарға сәйкес Виндиго қара магияның каннибализмнің қолданылуына байланысты адамдық келбетін біртіндеп жоғалтты. Емші қарғысы немесе құбыжықтың тістеп алу нәтижесінде Виндигоға айналуы мүмкін деп есептеледі. Бірақ одан да қарапайым нұсқа бар.
Алгонкиан мифологиясына сәйкес адам Виндиго психозы деп аталатын нәрсе арқылы Виндигоға айналуы мүмкін. Адам әдетте тамақтанудың төмендеу аясында каннибал құбыжығына айналудан қорқады. Оның ойлары кісі өлтіруге бағытталған, және адам етін жеуге деген импульсивті құштарлық пайда болады. Адам етін жеген кейбір алгонкиндер өздерін Виндигоның зұлым рухы иеленді деп ақтады. Бірақ әдетте жынға ұшыраған Виндиголарды өздерінің руластары өлтірді. Қоныс аударушылар Солтүстік Америка континентіне қоныстана бастағанда, олардың көпшілігі үндістердің Виндиго аңызын өте байсалды қабылдады. Алғашында аң аулауға шыққан адамдар із-түзсіз жоғалып кетті. Содан кейін солтүстік Миннесота штатындағы Роузу қаласының маңында пайда болған орман каннибалының өзі бірнеше рет көрінді. Адамдар Виндиголарды 1800 жылдардың аяғынан 1920 жылға дейін үнемі көріп тұрды. Бірақ Виндиголар Миннесота штатында әлі де бар дейді. Жергілікті тұрғын арасында бүкіл өмірін құбыжықтарды аулауға арнаған кәсіби Виндиго аңшысы болған адамдар болды. Виндиго аңшыларының ең танымалы Джек Филдер кем дегенде 14 құбыжықты өлтірді деп мәлімдеді. Соңғысын ол 87 жасында жойып жіберді. Оның ұлы оған аңға көмектесті. 1907 жылы қазанда аңшы Фидлер мен оның ұлы Джозеф үнді әйелін өлтіргені үшін сотталды. Екеуі де осы қылмыс үшін кінәсін мойындады. Бірақ оларды қорғау кезінде әйелдің Виндиго безгегі жұқтырғанын және құбыжықтың толықтай айналуына бірнеше сағат қалғанын, ол басқаларды өлтіруді бастамас бұрын жойылуы керек екенін айтты. Осы жерлердің ормандарында Свифт Раннер атты үнді кісінің бір түрлі оғаш оқиғасы да орын алған. Ол 1875 жылы жергілікті атты полициясын басқарған. Және бұл кісі ішімдікке қатты тәуелді болған. Қатты ашаршылық кезде ол полициядан жұмыстан шығарылып, баласы қайтыс болады. Жанұясында әйелі мен 6 баласы болған. Бір күні бала шағасын орманға алып шығып, біраз күннен кейін одан жалғыз қайтқан. Адамдар одан жанұяң қайда деп сұрағанда, олар көз жұмды деп жауап берді. Бірақ адамдар одан күдіктене бастап, үйінің айналасын аңдып кіріп келгенде, ол менің тәніме Виндигоның зұлым рухы кіріп кетті. Сол үшін мен оларды жеп қойдым деп ақталған. Бірақ оның сөзіне ешкім сенбей, оны асу жазасы арқылы жазалауға үкім шығарылды. Содан бері Виндиго туралы көптеген кітаптар, фильмдер және ойындар шыққан. Бірақ Виндигоны кеңінен танымал еткен кісі ол жазушы Элджерон Блэквуд. Бұл жазушының кітабы 1910 жылы жарық көрді. Қысқаша кітаптың сюжетін айтатын болсақ, бір топ аңшы орманға кетіп, кенеттен аңшылардың біріне Виндигоның рухы кіріп кетеді. Әрі қарай, әр ужас фильмдердің оқиғасы сияқты жалғасып кете береді. Жалпы каннибализм жер шарының көптеген мемлекеттерінде кездескен. Бірақ ең қызығы, оларда сонда Виндиго құбыжығы болғаны ма? Олардың бойына да сол зұлым рух кіріп кетті ме? Бірақ бұл ұғым, бұл аңыз тек Солтүстік Америка континентінде ғана бар. Басқа еш жерде бұл туралы оқиға мағлұматтар мүлдем жоқ. Бірақ бұл жерде адам етін жеген адамдар өздерін осы рухпен ақтайды. Әлде бұл оқиғаларға логикалық тұрғыда түсініктеме бар мекен? Ашаршылық кезеңінде адамдар аштықтан жасырын түрде бір-біріне аңшылық етіп, бірінің етін бірі жеген болар. Осы тұрғыда аңыздар шығып, ауыздан ауызға тарап, оған қоса жазушылар кітап жазып, оқиға мақалар, фильмдер түсіріліп, ақыр соңында шындық пен аңызды айыру қиынға түсіп кеткен болар. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл оқиғаның бәрі шынайы ма? Әлде жай аңыз ба? Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Жоқ әлде